Басшысы қамауға алынды. Ақтаудың іргесіндегі 105 миллион тонна зиянды қалдық жатқан Қошқар қоймасын толық залалсыздандырудың жобасы жасалды. Уытты қалдықтар төгілген аумақты толық жою үшін 25 миллиард теңге қажет. Маңғыстау облысына жұмыс сапарымен барған қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қаппаров жаңа жобамен танысты. Сондай-ақ үкіметтің тапсырмасына орай Ақтау және Жаңаөзен қалаларында салынып жатқан гидротехникалық нысандардың құрылысын аралады. Ақтаудың солтүстігіндегі Қошқар жеріне өткен ғасырдың 60-80 жылдары уран өндірісінен шыққан шайынды сулар мен химия металлургия зауытынан шыққан зиянды қалдықтар тасталған. Қазір мұнда 105 миллион тонна радиоактивті қалдық жатыр. Тіршілікке қауіпті болғандықтан бұл жер Қошқар Улы көл аталып кеткен. Зиянды қалдыққа толы қойманың жалпы аумағы 77 шаршы шақырым. Мұндағы радиацияның мөлшері қалыптағыдан бірнеше есеге артық болғандықтан 8 жыл бұрын қауіпті деген 65 гектар жер залалсыздандырылды. Ал қалған аумақ қаржы тапшылығына орай сол күйі жатыр. Осы кезге дейін уытты қалдықтар көмілген Қошқар қалдық қоймасының ең қауіпті деген жерлері ғана залалсыздандырылып келді. Енді қалған 55 квадрат километрден астам бөлігін толықтай жауып шығу үшін оның техникалық, экономикалық негіздеме жасалып бітті. Бұны залалсыздандырудың жолы оны жалпы қалыңдығы 30 сантиметрлік жергілікті топырақпен жабу. Бұл әлемдегі ең сыналған әдіс. Сол топырақтың өзімен жауып тастайды, соның бәрі жіберіп тұрып, сол күйінде мәңгі қалады топырақ қасын. Жаңа жобаны жүзеге асыру үшін 25 миллиард теңге қажет. Зиянды қалдық қоймасының жайымен танысқан қоршаған ортаны қорғау министрі жобаны үкіметке ұсынатынын айтты. Сала басшысы сондай-ақ үкіметтің тапсырмасына сәйкес Ақтау және Жаңаөзен қаласында салынып жатқан кәріздік тазалау жүйесінің құрылысымен де танысты. Қос нысанға ел қазынасынан 3,5 миллиард теңге бөлінген. Сол жобаларды бітіру үшін тағы да қаражат керек. Ақтау қаласына 1 миллиард, Өзен қаласына 600 миллиондай ақша керек. Сондықтан сол мәселелерді бюджеттік комиссияға кіргіздік. Сондықтан осы биыл шешеміз деп сонда жоспарымыз бар. Жаңаөзенде тұрмыстық қатты қалдықтарды кәдеге жарату комбинатының құрылысы басталды. Жобаға сәйкес комбинат жыл соңында іске қосылған соң заманауи технологияның көмегімен қоқысты өңдеу арқылы пластикалық құтылар мен құбырлар шығармақ. Қоршаған ортаны қорғау министрінің сапары аймақтың экологиялық проблемалары мен жасыл энергетика жобалары таныстырылған жиынмен қорытындыланды. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Хабар агенттігі, Маңғыстау облысынан.